Сәлем достар. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, әрі тоңазытқышта сақтап, жей беруге арналған таба нанды дайындайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға ұнымызды салып, оған тұз, ашытқыш және зәйтүн майын құйып, жұмсақ нан илейміз. Көтерілген ашыған нанымызды, қамырымызды осылай 350 граммдар бөліктерге бөліп, көтерілгенше бетін жауып қоятын боламыз. Көтерілген қамырымызды осылайынша бетін қатты, үстін қатты баспай, әдемілеп жаямыз. Сосын тағы да көтерілгенше 5-10 минутқа қойып қоятын боламыз. Бұл нандарымыздың ерекшелігі біздің тоңазытқышта салып, қатырып жей беруге де болады. Ұзақ мерзім. Бұл нанның ерекшелігі тоңазытқышта салып, ұзақ мерзімге сақтай беруге болады. Керек кезде алып, микротолқынды пешке салып жылытсаңыз да болады, немесе 1 сағат бұрын шығарып қойсаңыз, өзі жібіп, жұмсақ әрі дәмді күйіне қайтып келетін болады. Көтерілген нанымызды табамызға салып, әдемілеп саламыз. Және де үстін тікештейтін боламыз. Себебі нанымыз көтеріліп, ісіп кетуі мүмкін. Және пешімізге салып, 180-200 градуста 20-30 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Дайын болған піскен нан табамыздың бетіне осылайынша сары май немесе қойдың құйрық майын жақсаңыздар өте жақсы болады. Әрі жұмсақ, әрі түрі әдемі болады. Осымен біздің жұп-жұмсақ нанымыз дайын болды.